Дұғаның шарттары. Дұға бұл мұсылманның қаруы, қорғаны, аспан мен жердің нұры. Алла тағала өзінен сұрағанды жақсы көреді. Алладан сұрамау бұл тәкаппарлық, еш нәрсеге мұқтаж емеспін деу. Осы керемет құлшылықтың, яғни дұға етудің 9 шартын осы видеодан біле аласыздар. Бірінші шарты, дұғаның қабыл болу үшін мына дүниенің өзіндік заңдары мен себептерін ешбір ақаусыз атқаруымыз қажет. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, тек қана дұға етіп қана отырмай, ол үшін қажетті шарттардың бәрін орындаған. Мәселен, Бәдір шайқасында Алланың елшісі бүкіл дайындықтарын жасағаннан кейін барып, қол жайып жаратқаннан медет тілеген болатын. Сондықтан ғалымдарымыз дұғаны екіге бөліп қарастырған. Біріншісі фиғли дұға, яғни ісіміз арқылы ұлы жаратушыдан тілеу. Мысалы, жер жыртып, дән сеуіп, оны жаз бойы суарып, өсіп жетілуі үшін керекті барлық іс-шараларды атқару. Мұндай дұға Алла тағаланың орнатқан заңдар мен себептерін орындау арқылы жүзеге асатындықтан көбіне қабыл болады. Ал екінші дұға қаули дұға, яғни сөзбен не жүрекпен тіленетін дұға. Қаули дұғадан бұрын фиғли дұға жасалуы керек. Істемей жатып жасаған барлық дұғаларды Алла тағала қабыл ала беретін болса, елдің бәрі жатып ішер жалқауға айналар еді. Ал Алла тағала құлдарының жалқау болуын, әлбетте, қаламайды. Әр сұрағанымызда Алла тағала сол мезет бере берсе, дүниедегі тепе-теңдік бұзылар еді. Екінші шарты, дұғаны шынайы ықыласпен жасау. Құрандағы Аллаға шынайы ықыласпен дұға етіңдер деген аят осыған шақырады. Ал Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген. Біліп қойыңдар. Алла тағала құлықсыз жүрекпен жасалған дұғаны қабыл етпейді. Келесі шарты, харам аспен қоректенбеу. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, хадисінде бір адамның алыс сапарға шығып, алба жұлбасы шыққан кейіпте екі қолын көкке көтеріп, Алладан тілек тілегені жайлы жеткізе келе. Алайда, оның ішкен жегені, киген киімі харам болса, дұғасы қалай қабыл болсын деген. Адамдардың көбісі дұға жасай салып, дұғам қабыл болмайды деп шағым айтып жатады. Алайда ішкен жегені мен нәпақасын қалай тапқанына аса көңіл аудармайды. Төртінші шарты, құбылаға қарап дұға жасау. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дұға тілерде құбылаға қарап дұға жасағаны жайлы Жабир ибн Абдуллах былай жеткізеді. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Арафатқа келгенде құбылаға қарап күн батқанға дейін дұға жасаған. Бесінші шарты, дұға жасағаннан кейін бетті сипау. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дұға жасаған кезде қолдарын көтеріп, бетін сипамастан түсірмейтін еді. Алтыншы шарт, қасиетті мекендер мен уақыттарда жасау. Дұға жасауға кез келген уақыт пен кез келген орын лайық. Бірақ ерекше аталған қасиетті жерлер мен қадірлі уақыттарда жасалған дұғаның айрықша қабыл болатыны туралы да хабарлар бар. Сол хадистің бірінде құл сәжде кезінде Раббысына ең жақын болады. Сондықтан сәждеде мол дұға жасаңыздар деген. Келесі шарты, дұға тілегенде тек бір Алладан ғана сұрау. Құран кәрімде Алла тағаладан басқа пайда да, зиян да келтіре алмайтыннан, пұттардан дұға тілемеңдер дейді. Сегізінші шарты, Алла тағаланың көркем есімдерімен дұға тілеу. Раззақ есімі арқылы ризықтың сұралуы, Рахим есімі арқылы мейірімділіктің қалануы, Шафи есімі арқылы неше түрлі ауруларға шипа тіленуі дұғаның бір хикметіне жатады. Сол секілді Алланың басқа да есімдері арқылы жәрдем сұрау жайлы Алла тағала былай дейді. Алла тағаланың көркем есімдері бар. Осылармен дұға жасаңдар. Тоғызыншы шарты, дұғаны 3 реттен қайталау керектігі жайлы Ибн Масғуд, пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, дұға еткенде бір нәрсені сұрағанда 3 реттен қайталайтын. Құрметті көрермендер, біз бәріміз өмірімізде тыныштықты қалаймыз. Үйімізде береке болсын дейміз. Жүрегіміз сабыр тапсын дейміз. Ал сол тыныштықтың ең үлкен кілті қайда деп ойлайсыздар? Ол Алланың кітабында, Құран дұғаларында. Бұл дұғалар жай сөз емес, Раббымыздың сөзі. Бұл пайғамбарлар тілеген, мүміндер қолданған, Аллаға ең сүйікті болған дұғалар. Біз сіздер үшін Құрандағы 40 дұға атты электронды кітапшаны дайындадық. Бұл кітапшада кешірім сұрау дұғалары, иманды күшейтетін дұғалар, ризық пен береке сұрау дұғалары, жамандықтан зияннан қорғайтын дұғалар, отбасыңызға тыныштық, денсаулық, сабыр, бақыт тілеуге арналған дұғалар бар. Және де жәннатқа жетелейтін дұғалар да жинақталған.
Бұл кітапша жай ғана мәтін емес. Ол сіздің күнделікті серігіңізге айналатын рухани қазына. Оны намаздан кейін де, басқа уақытта дұға жасағанда да қолдана аласыз. Ал енді ең қуаныштысы, бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Бұнымен бітпейді. Сіз бұл кітапшаны сатып алсаңыз, 5 құнды кітапшаны сыйлық ретінде аласыз. Құрандағы 21 кешірім сұрау дұғасы. Мыңдаған сауабы бар 6 салауат. Құрандағы пайғамбарлар дұғалары. Ризықты арттырудың 15 жолы. Ризық пен береке туралы 25 дұға мен құнды кеңестер. Кітапшаларды алу үшін экранда көрсетілген нөмірге жазыңыз. Бұл кітапшалар әрбіріміздің өмірімізге береке, жүрегімізге тыныштық әкелсін.